Қазақша ертегі. Қыңыр қасқыр мен түлкі. Бір орманда түлкі мен қасқыр өмір сүріпті. Қасқыр өз күшіне сеніп, орманды жаулап алуға дайын еді. Ол күн сайын түлкіге: "Менің күшім бәрінен де күшті. Ешкім мені тоқтата алмайды", деп айта беретін. Ал түлкі болса өте ақылды және тапқыр болатын. Бірақ қасқырдың күшімен бәсекелесуге ниеті жоқ еді. Бір күні қасқыр түлкіге тағы да осылай сөздер айтып, онымен бәсекеге түсуге шақырды. "Сен мені жеңе алмайсың. Менің күшім бәрінен жоғары. Егер сен шынымен ақылды болсаң, менің күшіммен күресіп көрші." Түлкі ойланып, оған жауап берді: "Сенің күшің менің ақылымнан артық емес. Бірақ бір нәрсе білемін. Ақыл мен тапқырлық кез келген қиындықты жеңуге көмектеседі. Менің сынағың келсе, мен тек бәсекелесуді сынамын. Сонда көрейік, кімнің жолы дұрыс екенін." Қасқыр бұл сөзге күліп: "Қой, егер сенің ақылың менің күшіме қарсы тұратын бола алса, мен дайынмын", деді. Сол күні олар орманға баратын ең қиын кедергілерге толы жолды таңдап, түске дейін сол жерде кездесетін болды. Түлкі өзінің ақылымен кедергілер мен қиындықтардан оңай өту үшін әрқашан дайын болды. Ал қасқыр өзінің күшін қолдана алмай, әр жорда тығырыққа тіреліп отырды. Ол бұтақтарды сындырып, үлкен тастарды көтеріп, бірақ ары-бері бекер болды. Түлкі болса бірдеңе ойлап тауып, ең қиын кедергілерден өтіп, еш қиындықсыз жолды соңына дейін жүріп өтті. Ақырында қасқыр жете алмай қалған жерге келгенде, түлкі оған қарап күліп: "Күшің болса да тапқырлыққа қарсы тұра алмайсың. Ақыл мен тапқырлық күшке қарағанда әлде қайда маңызды." Қасқыр бұған риза болып, түлкінің ақылдығын мойындады. Енді ол тек күшпен ғана емес, ақылмен де әрекету керектігін түсінді. Ертегінің соңында бұл ертегі бізге ақыл мен тапқырлықтың кез келген қиындықты жеңуге көмектесетінін және күшпен емес, ойлау арқылы көп нәрсеге қол жеткізуге болатынын дәлелі. Ертегінің соңы. Ертегі ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыр.